Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Әлманбетова Гүлсім Тұрымбетқызы 7-ші сыныпқа қазақ әдебиетінен сабағымды бастаймын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Сүйінбайдың қатаған мен айтысы. Сабақтың мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, әдеби шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Айтыс тартыс пен қақтығысқа, суырып салмалыққа құрылған ауыз әдебиетінің жанры. Қазақтың айтыс өнері ат жарысы мен балуандар күресі мен пара-пар өнер. Айтыстың бірнеше түрі бар. Бәдік айтысы, жар айтысы, өлі мен тірінің айтысы, жұмбақ айтысы, жануарлар мен адамның айтысы, салт айтысы. Салт айтысы екіге бөлінеді: қыз бен жігіт айтысы және ақындар айтысы. Қыз бен жігіт айтысы көбіне ойын тойда айтылады. Әдетте бұл айтыста ақын талғамайды. Ақындығы жоқ жігітте, қыздар да жаттанды өлеңдерменен айтыса беруі мүмкін. Қыз бен жігіт айтысында ел, ру мәселесі көтерілмейді, тек жастар арасындағы қағытпа әзілдер ғана айтылады. Ал салт айтысының жоғарғы сатысы ақындар айтысы. Ақындар айтысы да жарыс, өнер жарысы, сөз сайысы. Бұл айтыста бұрын әр ақын өз елінің, не өз руының атынан сөйлеп, жақсылары мен жайсаңдарын, батырлары мен басшыларын мадақтаған. Ал қазіргі ақындар айтысында әр ақын өз облысының немесе ауданының, ауылының атынан шығып айтысқа түсетін болған. Бұл айтыста ақынның мойнына үлкен жауапкершілік артылатын болған. Осындай ақындар айтысының бірі Сүйінбайдың қатаған мен айтысы. Енді Сүйінбай кім? Соған тоқталайық. Сүйінбай Аронұлы әйгілі ақын, айтыс өнерінің майталманы. 1815 жылы Алматы маңындағы Қарақыстақ деген жерде дүниеге келген. Жастайынан жыраулығы мен елге танылған. Оның поэзиясы терең философиясымен, ой сұлулығымен, ақын тіліндегі соны поэтикалық өрнек айшықтарымен ерекшеленеді. Сүйінбай айтыскер ақындығымен қоса эпикалық жанрдың асқан шебері болған. Ол Өтеген батыр, Сұраншы, Саурық, Қарасай, Жабай батыр сияқты жырлардың авторы. Мұхтар Әуезов Сүйінбайдың айтыстағы өнеріне жоғары баға беріп, оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Енді Қатағанға тоқталайық. Қатаған кім? Қатаған қырғыз елінің атақты ақыны. Қатаған туралы әдебиетте екі түрлі пікір бар. Біреуінде оның шын аты Арыстанбек Билашұлы 1828 жылы Шоң Нарын деген жерде дүниеге келген. Руының атымен Қатаған аталған десе, қырғыздың ғалымдары Қатаған ақын Арыстанбек емес, екеуі екі бөлек ақын дейді. Сүйінбай айтыстың асқан шебері және қазақ пен қырғыз еліне өткір тіл, озық ойымен танылған ақын. Оның Тезек төремен, Қарғамен, Қаңтарбаймен, Уәзипамен айтыстары сақталған. Көптеген айтыстарының ішінде қырғыз ақыны Қатағанмен айтысы ерекше орын алады. Бұл тынысы кең, өрелі айтыс. Сүйінбайдың айтыс өнерінде атағын шырқау биікке көтереді. 1847 жылы қырғыздың Шонжар манабы Орманхан шешесіне ас береді. Бұл жиынға қазақтың Тезек төре, Бөлтірік шешен бастаған игі жақсылары барады. Астың ақындарсыз өтпесін білген ақын жанды Тезек төре елге таныла бастаған Сүйінбай ақынды ерте барады. Осы аста Сүйінбай Қатағанмен кездеседі. Сүйінбай Қатағаннан уәжінің дәлелділігімен, молдығымен басым көрінеді. Қарсыласының осал тұсын дәл тауып, айтқыштығымен және шындық сөзінің қуаттылығымен, бұлтартпас айғақтарының көптігімен мерейі үстем түсті. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Айтыс сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Мына берілген сұрақтарға жауап береміз. Сүйінбай не себепті қырғыз еліне барды? Сүйінбай ол жерде кіммен кездесті? Неліктен Қатаған Сүйінбайдан жеңілді? Сүйінбай мен Қатағанның айтысы қандай айтысқа жатады?
Енді оқушылар өз жауабымызбен салыстырайық. Сүйінбай не себепті қырғыз еліне барды? 1847 жылы қырғыздың манабы Орманқан шешесіне үлкен ас береді. Сол асқа Тезек төремен бірге Сүйінбай да барады. Бұл жиында қазақ пен қырғыздың игі жақсылары бас қосады. Сүйінбай ол жерде кіммен кездесті? Сүйінбай осы аста қырғыздың атақты ақыны Қатағанмен кездеседі. Неліктен Қатаған Сүйінбайдан жеңілді? Себебі Қатаған көппін деп мақтанады. Сонда қырғыздың Жантай батыры аттың түгіндей қазақтан қырғыз қашан көп болып еді. Бірақ қазақ алауыз ел, әттең сен соны айтпадың Қатаған деп қатты ашуланады. Сүйінбай мен Қатағанның айтысы айтыстың қай түріне жатады? Бұл айтыс ақындар айтысына жатады. Себебі айтыста екі ақында өз елінің атынан сөйлеп, жақсысы мен жайсаңдарын, ел қорғаған батырларын дәріптейді. Жарайсыңдар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырыңыз. Сүйінбай мен Қатаған бейнелерін айтыс эпизодтарынан дәлелдер келтіре отырып салыстырыңыз. Және салыстырмалы картаны толтырыңыз. Айтыста Сүйінбай бейнесінің қалай сипатталатынын жазып, айтыс эпизодтарынан дәлелдемелер келтіресіздер. Келесі, Қатаған бейнесі қалай сипатталатынын жазып, бұнда да айтыс эпизодтарынан дәлелдер келтіресіздер. Екінші тапсырма бойынша жауаптарыңызды салыстырып, өзіңізді тексеріңіз. Сүйінбай батыр, шешен, ел бірлігін жақтаған суырып салма ақын. Оған дәлел: мен Қарасай ұлымын, айтулы ердің бірімін, менмен сіген мықтының талайын жеңген ер едім. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін, судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған дүлдүлмін. Шығарма Қатаған үніңді, есіңе сақта бүгінгі қанатың сынған күніңді. Қатаған: тәкаппар менмен. Оған дәлел: Сүйінбай, тоқтат енді сөзіңді, ақынмын деп ойлайсың мен тұрғанда өзіңді. Сүйінбай, сені жеңемін, Құдайға да сыйынбай, жағыңды жаппай келгеннен қоздырдың менің жынымдай. Жарайсыңдар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында мына тапсырманы орындайық. Сүйінбайдың Қатағанды жеңу себебін анықтаңыз. Сүйінбайдың Қатағанды жеңу себебін анықтасаңыздар, өз жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. Сүйінбай сөздері мағыналы, ел бірлігін жақтайды, ерлікті, батырлықты дәріптейді. Сөздері образды, пікірі ойлы, халықтың атынан сөйлейді. Сондықтан да ол әркез жеңіске жетіп отырған. Өзінен бата сұрап барған Жамбылға да сенің өлеңің жекелеген адамдарға емес, халыққа жағатын болсын деп бата берген болатын. Дұрыс, жарайсыздар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп ойлаймын. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз айтыс сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдадық. Айтыстағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біз біргеміз, біз үйдеміз.